Енді осы Рамазан айындағы ихтикаф құлшылығы деген бар екен, оған осыған тоқталсаңыз. Қасиетті Рамазан айының ақырғы 10 күнінде ихтикафқа отыру. Яғни ихтикаф деген шындығында оның амалы әрбір адам егер соны ниет қылған болса, мойнына міндет болды. Ихтикафтың ең азы 1 күн, ең көбі 10 күн. Ихтикаф шындығында адам өзі мешітке байланып, және сол мешітте мәселен ихтикафқа ниет қылып 1 күн ниет қылатын болса, сол 1 күн бойы мешіттің маңайынан шықпау керек. Немесе 10 күн ниет қылған болса, сол 10 күн мешіттің маңайынан шықпау керек. Өйткені осы мешітте, осы қасиетті Рамазан айының ақырғы 10 күнінде осындай бір құлшылыққа бел байлағаннан кейін, осы мешітте Алланы зікір етіп, Алланың Құранын оқып, тәсбих тартып, ықылас ниетін Аллаға білдіріп отыру қажет болады. Яғни оның үкімі сол мешітте, яғни мешітте тағам жеу, мешіттен мәселен сол әрбір өз әзірленген немесе бір кісі мешітте отыратын болса, ол өзінің мәселен отбасындағыларға, мәселен отбасындағылар оған тамақ алып келіп тұрса, оны қабылдап ішуге рұқсат бар. Жалпы мешіттің маңайынан шықпау керек. Өзі ниет қылған күн. Мәселен 1 күн бола ма, немесе 10 күн бола ма, осы мешіттің маңайынан шықпау қажет. Яғни ерекше бір тақуалық күйге түсіп, ерекше бір тақуалық, ерекше бір өзінің шындығында Аллахтың алдында құлдық мінезін, яғни міндетін атқару болып табылады. Яғни бұл да ғибадаттардың жақсы бір түрлері болып табылады. Яғни ол соңғы 10 күнде және кем дегенде 1 күн және бірнеше күн болса да бола береді. Бірнеше өзі сол ниетке, өзінің ниетіне қарай байланысты. Түсінікті.